Халықтың сайлау туралы ақпараттану деңгейін анықтау мақсатында әлеуметтік саяси зерттеулер институты Қазақстан аумағында телефон арқылы арнайы сауалнама жүргізбек. Бұл туралы бүгін орталық коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз мәжілісінде аталған институттың директоры Айгүл Сәдуақасова мәлімдеді. Оның айтуынша, мұндай ұсыныс бұқаралық ақпарат құралдары тарапынан түскен. Саяси науқан барысында институт әлеуметтік зерттеулерді жүйелі өткізуді жоспарлап отыр. Нақтырақ айтсақ, телефон арқылы апта сайын сауалнама жүргізіледі. Бірінші кезеңі наурыздың 20-сында басталды. Оның алғашқы нәтижелері бүгін ертең белгілі болады, деді институт жетекшісі. Келесі 3 кезеңі сәуір айында өтеді. Бұл экспресс сауалнама түріндегі зерттеулер сол кезеңде апта сайын қандай көңіл күйде, қандай ой-пікірлер бар екенін қоғам ортасында соны анықтауға бағытталған. Және соңғы күні қандай нәтижелер болады екенін біз экзит пул сайлау учаскелерінен шыққаннан кейін қоятын сауалнаманы арнайы жүргіземіз.